1 кружка жылы суға 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 2 шай қасық сұйық май қосып әдемілеп араластырып, 450-500 грамм ұнның үстіне құйып, әдемілеп қамыр илейміз де тындырып қоямыз. Қамырымыз тынғанша ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Оған бізге асқабақ, пияз және кішкене ғана құйрық май керек болады. Асқабағымыздың сыртын әдемілеп ашып, 4 бұрыштеп ұсақтап турайтын боламыз. Асқабақтың ортасын осылай шай қасықпен қырып алып тастаған дұрыс. Асқабағымызды, пиязымызды әдемілеп ұсақтап турап аламыз. Және құйрық майымызды бір жуып жіберіп, құйрық майды да мейлінше ұсақтап турайтын боламыз. Мінекей. Енді осының бәріне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық қызыл бұрыш және 2 шай қасық шекер қосып жай ғана араластырамыз, мыжымаймыз. Қамырымызды мейлінше жұқа жайып, 4 бұрыштеп кесіп, салмамызды салып, әдемілеп мантыларымызды түйіп шығатын боламыз. Мантаваркамызды дайындап, табақтарына майды әдемілеп жағамыз. Тағы да кішірек тәрелкеге майымызды құйып, мантыларымызды тізетін кезде осы майға бір матырып қойып шықсаңыздар, мүлдем жабыспайтын болады. Асқабақта манты 35 минутта дайын болады. Көріп отырғандарыңыздай біреуі де жабыспай әдемі піседі. Бізге ас болсын, сіз жасаңыз.